Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біз бүгін жастар мәдениеті және мәселесі бөлімі бойынша кітап білім бұлағы тақырыбын талқылаймыз. Бүгінгі сабақ бойынша сіздердің меңгеретіндеріңіз: тыңдалған мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыра білу, салыстыру, факті мен көзқарасты ажырата білу. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деп түйіндейді жазушы Ғабит Мүсірепов. Ендеше суретке назар аударайық. Сен кітаптың қандай түрін көп пайдаланасың? Қағазға басылған кітапты ма, электрондық түрдегі кітапты ма? Неге? Кітап оқу қай заманда да сәннен қалмайды. Қағаз оқулықтың да электрондық оқулықтан өз артықшылықтары мен қызметтері бар. Мәселен, сандық құрылғылардың басты жетістігі онда көптеген құжаттарды жинау мүмкіндігі. Дәл осылай электрондық кітаптарға да талай том кітаптар сыяды. Тасып жүруге қолайлы, кез келген жерде оқуға болады. Сондай-ақ дәстүрлі кітаптың өз жақтаушылары бар. Мысалы, ғажайып технологияларымен әлемді таңғалдырған Жапонияда сандық үлгідегі кітаптарға сұраныс төмен. Оны құрылғылардың денсаулыққа келетін зиянымен түсіндіреді. Қағаз кітапты алғаш ашып, оның салмағын, көлемін, иісін, шытырлаған дауысын есту сияқты сезімдердің өзі бір бөлек. Олай болса, рухани ұстазымызға айналған кітап туралы берілген көзқарас пен фактілерді сәйкестендіріп, өзіндік тұжырым жасап көріңіз. Егер факті мен көзқарасты ажыратуда қиындық туса, берілген анықтамаларды басшылыққа алыңыз. Өз тұжырымыңызды дұрыс жауаппен салыстырыңыз. Ойыңызды байланыстырып, ауызша айтып көріңіз. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана. Әбіш Кекілбаев. Зерттеулерге сүйенсек, кітап оқу адам бойындағы күйзелісті 68%-ға төмендетеді екен. Білім кітапта. Қазіргі таңда балалардың көбісі компьютерде отырады. Сондықтан болашақта кітап оқығандар компьютерде отырғандарды басқарады, дейді Нұрсұлтан Назарбаев. Бүгінгі баланың қолында iPad, планшет, iPhone және тағы басқа электрондық құралдар өте көп. Мұның өзі кітап оқу үрдісін алмастыра алады. Бірақ бұл баланың қоғамда әлеуметтенуіне кері әсерін тигізеді. Кітап маған тақтан да қымбат, дейді Шекспир. Әлемдік сарапшылардың айтуы бойынша, жақын 10 жыл шамасында электрондық кітапты тұрғындардың 10% оқитын болса, қалғандары кітаптың қағаздағы басылымын оқитын болады. Яғни электрондық кітаптар кітаптың қағаз түрін айырбастай алмайды. Тапсырмалар орындайық. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Мәтіннен ғаламдық мәселелерді білдіріп тұрған сөз тіркестері мен сөйлемдерді теріп жазыңыз. Мәселенің шешу жолдарын ұсыныңыз. Тапсырманы орындауда төмендегі критерий мен дескрипторларды басшылыққа алыңыз. Кітап оқу мәдениеті. Бүгінгі жастар кітап оқиды. Оқығанда да таңдап, талғап оқиды. Оған кітапханалардың оқу залдарында, кітапқа шұқшиған, кітап дүкендерінде кітап сатып алып жатқан, смартфонның экранына телміріп кітап оқып отырған жастар дәлел. Мәселе олардың нені оқитындығында. Одан қала берді, ұлттық мүддені назардан тыс қалдыруға болмайды. Бұл ретте Алматыдағы атақты ұлттық кітапхананың жөні бөлек.
Қазақстан кітаптары бөлімінің жетекшісі Гүлнар Бақтыгерееваның айтуынша, бұл бөлімнің негізгі оқырмандары жастар. Көркем әдебиет залындағы сұранысқа қарағанда, Мұқағали Мақатаев қазіргі оқырмандардың да ең көп оқитын ақыны. Ғабит Мүсірепов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Шерхан Мұртаза, Оралхан Бөкеев, тағы басқа жазушылардың өз оқырмандары бар. Сондай-ақ, қазіргі экономиканың рөлінің өсуіне байланысты кәсіпкерлік, бизнес туралы қазақша кітаптарға сұраныс жоғары. Көпшілікке арналған танымдық, психологиялық әдебиеттер де жастардың іздеп жүріп оқитын кітаптарының қатарына жатады. Ең көп оқылатыны әрине ағылшын тіліндегі кітаптар. Өкініштісі, әлемдік әдебиетке тек орыс тілі, ресейлік кітап нарығы арқылы жетуден әлі де арылмай келеміз. Көрші елдердің саудасын жүргізумен қоса, тіл мен діл туралы айтыла жауыр болды. Сол сөренің басында қазақ интеллектуалдық прозасының көшбасшысы Жүсіпбек Аймауытов, одан бердегі Асқар Сүлейменов, Қалихан Ысқақ, Марат Қабанбаев, Сайын Мұратбеков сынды жазушыларымыздың кітаптары неге тұрмасқа? Тапсырманы орындап болсаңыздар, балама жауаппен өз жауабыңызды салыстырыңыз. Мәтін бойынша ғаламдық мәселені білдіріп тұрған сөз тіркестері мен сөйлемдер. Мәселе олардың нені оқитындығында? Ұлттық мүдде, қазақша кітаптар. Өкініштісі, әлемдегі әдебиетке тек орыс тілі, ресейлік кітап нарығы арқылы жетуден әлі де арылмай келеміз. Көрші елдің саудасын жүргізумен қоса, тіл мен діл туралы айтыла жауыр болды. Шешу жолдары. Кітапқа қол жеткізудің көзі ең алдымен кітапханалар мен кітап дүкендерінің сөрелерін оқырман сұранысындағы қазақша кітаптармен толтыру. Кітап нарығының құлағын ұстағандар оқырман сұранысына бейімделуі, ұлттық құндылық насихатталатын кітаптарды ұсынуы керек. Кітап туралы мына деректерді оқыңыз. Келесі тапсырманы орындау барысында оқыған мәліметтеріңізді пайдаланыңыз. Келесі тапсырмаға өтейік. Берілген пікірге 3 қадамды сұхбат бойынша өз ойыңызды білдіріңіз. Қоғамның кітапқа деген қызығушылығын оятуға іскер азаматтар да атсалысу керек. Бір данышпан адамзатты 2 категорияға бөліпті. Жас болсын, кәрі болсын, ер ме, мейлі әйел ме, айырмашылық жоқ. Кітап оқитын және кітап оқымайтын адамдар деп бөлген. Сонда қарап отырсақ, кітап оқитын адамдар зерек, алғыр келеді. Жұмысында табысты болады. Табысты адам бақытты. Егер біздің әлемде кітап оқитын адамдар көбейсе, әлем бақытты болады. Бақытты адамдар бейбітшіл келеді. 3 қадамды сұхбат. Бірінші, көзқарас. Берілген дәйек сөзге өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Екінші, анықтау. Көтерілген мәселенің оң және теріс фактілерін анықтаңыз. Үшінші, салыстыру. Көтерілген мәселені ғаламдық мәселемен байланыстырып, салыстырыңыз. Тапсырманы орындауда берілген критерий мен дескрипторларды басшылыққа алыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыз, экранға қарайық. Өз нұсқаңызбен салыстырыңыз. Көзқарас. Жеке тұлға болып қалыптасуда кітаптың маңызы зор. Анықтау. Білімді, бейбіт, бақытты ел болу үшін кітаптан қол үзбеу керекпіз. Бір кездері барлық ермекті кітап алмастырған заман болса, қазір гаджеттердің уақыты. Салыстыру. Бүкіл әлемнің мәдениеті кітап негізінде қалыптасты. ақш елі балаға 10 жасқа дейін кітап оқу дағдысын қалыптастырса, тәрбиесі оң болады деп есептейді.
Технологиясымен таңдай қақтырған Жапонияда электрондық оқулыққа сұраныс төмен. Оқушылар, әркімнің ақпаратты жеткізуі, пайымдауы түрліше болады. Сіздердің де жауаптарыңыз сәтті шықты деген ойдамын. Өзіндік жұмыс. Қағаз кітаптың электронды кітаптан 6 артықшылығы деген тақырыптағы мақаланы оқып, өз көзқарасыңызды свод талдауымен жеткізіңіз. Сабақ барысында орындалған тапсырмалар негізінде сіздер өзіндік жұмысты тиісті дәрежеде орындай алады деп сенемін. Сәттілік. Сонымен, бүгінгі сабақта нені меңгердік? Кітап ең сабырлы ұстаз. Кітап біздің алға жылжуымызда, адамгершіліктің биік шыңына көтерілуде өлшеусіз ақыл қосады. Демек, кітап оқу мәдениетін жетілдіруіміз керек екенін ұқтық. Тыңдалған мәтіннен ақпаратты анықтап, оны ғаламдық мәселелермен байланыстыра білуді. Берілген ақпараттан факті мен көзқарасты ажыратуды үйрендік. Назарларыңызға рахмет.